Бұл дүниеде ең бірінші жақсылық жасауымызға лайықты жандар ол ата-ана. Ата-анаға қатысты әдептер асыл дінімізде әдептердің ең маңыздысы саналады. Ал оларды сыйламау ауыр күнәлар қатарына жатады. Пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын хадисінде ауыр күнәларға Алла тағалаға серік келтіру, ата-ананы құрметтемеу, адам өлтіру және жалған ант беру жатады делінген. Ата-анаға қатысты әдептердің бірнешесін тізіп өтуге болады. Ең біріншісі ол құрмет көрсету. Ата-анаға деген құрметке екеуінің көзінше дұрыс дауыс көтермеу, алдына шығып жүгірмеу, дастарханда төрге шығару, ас ішуді олардан бұрын бастамау сияқты тағы басқа игі істер жатады. Құранда Алла тағала Раббың өзіне ғана ғибадат етулеріңді, әке-шешеге жақсылық қылуларыңды әмір етті. Ал егер ол екеуінің бірі немесе екеуі де жандарыңда кәрілікке жетсе, туф деп кейіс келтірме. Сондай-ақ ол екеуіне зекіме, ол екеуіне сыпайы сөз сөйле. Ол екеуіне кішіпейім, мархамат құшағын жайда, Раббым, ол екеуі мені кішкентайда тәрбиелегендей, сен де оларды мархаматыңа бөлей көрде деп бұйырған. Ата-анаға құрмет қылмау ол үлкен күнә. Халқымыз қарт әке-шешеге лайықты құрмет қылмау, оларға дауыс көтеріп сөйлеуді береке мен ырыстың жоғалу деп білген. Екінші әдептерінің бірі ол жақсылық жасау. Жақсылық жасауға ең лайықты болған жандар ата-ана. Алла тағала Құранның бірнеше жерінде оларға ең көркем түрде жақсылық жасауға бұйырған. Адам баласына әке-шешесіне жақсылық істеуді өсиет қылдық. Алла тағала құлшылық қылыңдар, оған еш нәрсені ортақ қоспаңдар және әке-шешеге жақсылық қылыңдар деген болатын. Ата-ананың жасы ұлғайған сайын оларға қатысты атқаратын міндеттеріміз де көбейе түспек. Абдулла ибн Омардан, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте 3 адам үңгірге кіріп, үңгір аузын тас жауып қалатыны айтылады. Сонда әрқайсысы өзінің ең бір ізгі амалын айтып, Алла тағалаға дұға қылып, сол бір ізгі амалының құрметі үшін құтқаруын сұрап жалбарынады. Сонда алғашқы кісі: «Уа Алла, менің қартайған ата-аналарым бар еді. Мен кешке оларға сүт бермейінше, үй ішіндегілерге де, құлдарға да сүт бермейтінмін. Бірде мен ағаштарды іздеп жүріп үйден алысқа кетіп қалыппын. Үйге қайтып келсем, олар ұйықтап қалған екен. Мен сүт сауып болған соң оларды ұйықтап жатқанын көріп, оларды оятқым келмеді. Олардан бұрын үй іші мен құлдарға да сүт беруді қаламадым. Осылайша мен қолымдағы ыдысты ұстап таң атқанша олардың оянғанын күтіп тұрдым. Осы аралықта аяғымның жанында балаларым қарындар ашып жылап жатты. Сосын менің ата-анам оянып кешкі асын ашты. Уа Алла, егер осыны бәрін мен сенің разылығың үшін істемеген болсам, бізді осы тастың кесірінен болған жайымыздан құтқар деді. Осыдан кейін тас орнынан кішкене қозғалды делінген. Бұл хадисте қарт ата-анаға жәрдемдесудің артықшылығы баян етіледі. Демек, бар күш-жігерін бала-шағасының қамы үшін жұмсаған ата-анаға құрмет көрсетіп, олардың қартайған шағында қажетінде болу көркем мәміле жасау әрбір перзенттің міндеті болып саналады. Және үшінші ең үлкен әдеттердің бірі оларға бағыну. Яғни, мұсылман адамға ата-анаға бағыну ол міндет, оларға қарсы шығу харам болып саналады. Құранда Алла тағала адамдарға ата-анасына қарайласуды бұйырды. Ананың оған мешеулік үстіне мешеулікпен жүк болып, 2 жылда омыраудан айыруы бар. Маған және әке-шешеңе шүкір ет. Қайтар оны орнын, мен жақ. Егер екеуі білмеген нәрсеңді маған ортақ қосуға зорласа, оларға бағынба деген. Яғни, мұсылман адам күнә болмаған істерде әрдайым ата-анасына бағынып, олардың разылығын алуы қажет. Кім бұл істерде ата-анаға бағынбаса, Алланың әмірін орындамаған болады. Тек аятта көрсетілгендей күнәлі істерге бұйырған жағдайда ғана оларға бағынбауға болады. Ең төртінші үлкен әдептің бірі ол ананың хақы. Ананың хақы
әкенің хақынан 3 есе жоғары болады.